Assalamu alaikum, құрметті каналымның көрермендері. Бүгін тағы да кезекті соғым сою. 2 ай семіртілген тай. Мені өзім бастап сойын деп отырмын. Биылғы соғым. Бұйырса, қазір желіктеп барлығын көрсетеміз. Адам аз болып қалды, әйтпесе сотканы бірге ұстап жүріп түсіруге болатын еді. Сондықтан айып етпейсіздер. Қазір аяғын байлап, жығып алып, бауыздауға дайындаймыз. Мына жаз бойы ұсталынбаған бос жүрген мал. Қатты жақындауға да батылымыз бармай алыстан тұзақ салып құлатайын дедік. Бұл да бір жылқы жығудың әдісі. Алдыңғы аяқтарын тартып алып, басын бір жаққа, алдыңғы бір жаққа тартқан кезде өз жанына қарай құлау керек. Өйткені алдыңғы аяқтармен тарпи бергеннен кейін тұзақ салып, алдыңғы аяқтарын бір жіпке байлап алып, басын бір уақыт, аяғын бір уақытқа тартып, солай құлату керек. Мен төмен шашағына дейін түсіріп алып тартқан кезде құлау керек тұғын. Оған өнім 2 жіпті бірге тартамыз деп құламай қалды. Мені құлады. Оған жетіп барғанша тұрып кетті. Оны енді аяғын шығарып алды арқаннан. Қайтадан 2 аяғын байлап алуымыз керек. Семіргеннен секіріп құтырып тұр. Жақындатпайды. Мұны бауырынан өткізіп жіберіп, қайтадан арқанды іліп алып, алдың аяқтарын тартамыз. Бұл да бір қауіпсіз әдіс. Әйтпесе құлағынан басып тұрып, 2 аяғын байлауға болатын еді. Ол кезде секіріп біреу теуіп қала ма, және де адам санында аз, жалынан құлақтан 2 адам тартса, байлап тартып жүруге болады. Міне, қайтадан аяғын шығарып алды енді. Тағы бір тартып көрмекшіміз, 2 алдыңғы аяғын байлап алып. Міне, шашағына дейін төмен қарай түсіріп, 2 аяғын бірдей тарту керек. Ән түсті, енді тартамыз. Міне, 2 бөлек бағытқа тарту керек. Басын бір жаққа, аяғын бір жаққа. Сол кезде жылқы 2 артқы аяғына тұра алмай құлайды. Міне, құлады. Құлаған бетте басын төмен қарай басу керек. Сол кезде тұрып кетпейді, және де артқы санын итеру керек. Сол кезде тиіп алмай қалады. Міне, енді 2 алдыңғы аяғын түйіп аламыз да, бір орап алып, 2 алдыңғы аяқтың ортасынан жіп шығарып, артқы аяқты жеке-жеке іліп байлаймыз. Міне, артқы тұяқтан іліп алып, алдыңғы аяққа дейін тақсылап тартып алып, артыңғы тұяққа бір орасаңыз, аяқтан шығып кетпейді. Міне, матап тастадық. Енді бауыздауға дайындап отырық. Бұл жерде енді көпшілік қазақ біледі ғой. Құбыла қаратып, бисмилла Аллаху акбар деп, өтке пышақпен осып өту керек. Ютубта ондай жағын салсаңыз, видеоны шығармайды. Сол үшін де ондай қан жағын көрсетпейміз. Міне, қазір бауыздаймыз. Міне, бауыздалған жылқы
сүйретіп әкеп қойдық. Міне бордақы деген осындай болады. Үсті басын бәрі боқ-боқ. Кішкене әдемілеп боғын етке тигізбей сою керек болады. Міне төбеде труба, осы труба аяқтарынан газ тартып байлап қойып биікке соямыз. Бұл бір жақсы жері. Шекқанын түсіруіне де, терін түсіруге де оңай. Және де екі жоғары көтеріп тастап, белдемеден бөлген кезде алдыңғы артқы бөліктер жеке-жеке қалады. Базарға соятын әдіске де осы өте ыңғайлы. Міне терісін тазалап сураламыз. Міне сіздер көрсететін малды көтеретін темір. Міне осылай көтеріп алып арқамен іліп отырып жоғары көтеріп аламыз. Міне енді астына дейін терісін сыпырып аламыз. Міне қазының тілу сәті. Қолымызды астына пышақтың астына салып отырамыз, себебі қарын қартаға тиіп кетіп, жыртылып кетпеу үшін алдынан астынан қолды тығып пышақтан үшкір жеріне арай өтіп кетпеуін қадағалап отырамыз. Және де міне қазыны тіліп шығамыз. Міне қазын төсін шеміршегіне дейін тілеміз. Соң екі шаптан бастап төмен қарай тілеген кезде қазы өз сыртына қарай аунап түседі.